тату тәтті сыйып өскенбіз. Бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Еске алысып әңгіме қып бала күндерді, класс болып қыдырған айлы түндерді. Бірің ана бірің әке болғандарыңмен, жүздеріңде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Достар жоқ ортамызда сирек арамыз, Алласыне біз қалай кінә тағамыз. Қатарымыз азаймай бірге болайық, аман болсын жан достарым бала шағамыз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Тайғұлындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте.
Şerefine sabah. Арамақтан қашып, бірге су тасып, достармен шулап, ойнайтын асық айшайма. Шуақ кездер қайда, қыздарға ғашық, сезімдер тасып, жүректің сөзін, айтшылық ашып айсайда. Менің достар қайда, Солдастардың әнін салды жүрек, досқа тірек, арын алсын білек. Ақ көңіл аңқылдаған, дос керек маған мықты жарқылдаған. Қуеттер адалдықты сақтаған, достықты бірге жеткізер мұраттарға. Дос керек маған мықты сынақтарға, арбайтын саған жұқты жанына. Әнелер Ал Фатия болса, әлия аумин. Ақтан аят пайғамбардан шапақат, не тілесең әділет, кеткенің келсін, кемтігің толсын. Жүргенде жұрттан да жолдарың болсын, қыдырата жолдастарың болсын. Мына беріп атырған мерек 20 жылдықтарың құтты болсын. Өмірлерің ұзақ болсын, осындай бас қосу үстінде нәсіп ете берсін бәрін. Ойға жайылсын, өсіріп атқан нәрестелеріңдің қызығын со жолдастарыңмен бірге тең көріңдер. Барлық уақытта сендердің со жақсы деген аттарыңызды естіп, қуанып отырайық сыртыңыздан. Со Құдайым, со Алла тағалам сендерге бақ бергей, дәулет бергей. Со біздердің со жақсы күнімізді берсін, осы Раушанымыздың халқының жақсы, сондай жақсы деген сөздерін естіп, қуанып отырайық. Менің туған жерім, менің елім, менің өскен жерім деп. Ал жолдарың болсын, аман барып, аман қайтыңдар балдарым, елімізге аман барайық. Жақсы күндерде ұшыраса берейік, өмір жастарың ұзақ болсын балам. Сендерді көрейіп, толқып тұрдым балам, баяқ адамдар, мысалы сіздерде үлкендер, сіздерден hem жоғары, сіздерден hem дәрежесі бар адамдар осы нәрсені істей алмай жатыпты. Сіздер ауызбіршілікпенен А класс, Б класс, В класс деп бөлінбей, елден ел асып, ауылдағылар ауызбіршілікпен осындай мерекені ортаға әкеліп жатсыңдар. Бұл анау-мынау адамдардың қолынан келмейді. Анау-мынау адамдардың қолынан келмейді. Осындай достықты, ынтымақты көңілдеріңіз мәңгіге жалғассын. Менің сіздерге айта жағым, енді мынау қара шаңырақ, осы Раушан халқы үшін үлкен қара шаңырақ, үлкен қазіргі 70-ке келген, 80-ге келген шалдармен қазіргі 7 жасар балдардың бәрін осы жерге келген жері. Енді осы қара шаңыраққа кірместен алдын бір сөздеріңіз бар ма? Алыстан кеп айтатын, одан кешке кіріп кетеміз. Құрметті ұстаздар, құрметті менің бірге оқыған достарым. Сіздерге өте алғысым шексіз. Міне Аллаға шүкір, қарап отырсақ, 20 жыл деген көзді ашып жұмғанша уақыт өтіп кетіпті. Кеше ғана мектепке кішкентай бала болып келіп едік.
яғни қолымызға ручканы қалай ұстауды білмейтін. Қазір Аллаға шүкір. Сол кезде маған айтатын ұстазым, оқыңдар, ол жейтін нандарың. Сол кезде мен ойлайтын едім, ол оқысаң қалай оны жейтін наң болады деп. Ол басқа нәрсе екен. Құрметті ұстаздар, сіздерге мың алғыс. Жәмил апа, сізге мың алғыс. Рахмет, әйтеуір қарап отырамыз. Қаншама еңбек, қаншама әрекет, қаншама іс, осы бәрі әйтеуір біздің көңілімізді істеп жатқан нәрсе. Осы мектепте оқығаныма өте қуаныштымын. Осы мектепке. Қайда барсақ та әйтеуір Аллаға шүкір, осы мектептің атын шығаруға тырысамыз. Рахмет барлықтарыңызға. Мына құрметті менің ауылдағы достарым. Мен кешеден бері келгенде көріп жатырмын не. Рахмет сіздердің еңбектеріңізге. Осындай дәрежеде бізді күтіп алып, бізге істеп жатқан қызметтеріңізге. Біз тек келіп кетіп қонақпыз. Қалған күштің бәрі сіздерге. Рахмет сіздерге. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Қадірлі ұстаздарымыз, ең бірінші сөз тіркесі сіздерге тіркеседі. Сіздерге рахмет. Сіздердің арқаларыңызда осы өмірге алғаш қадам басқан, мектепке қадамымызды басып, қолымызға қалам ұстатқан осы сіздер боласыздар. Әрдайым осылай әдемі болып қартаймай жүре беріңіздер. Сіздердің бітірген шәкірттеріңіз қазір бір жерде директор, бір жерде депутат. Ол бәрі сіздердің арқаңызда. Достарыма айтарым, осындай әдемі болып, ауызбіршілікте қандай керемет, мен қуанып тұрмын. Күннің ыстығына қарамай, бәріміз бірге ойнап, күліп. Қазір бәріміздің бала шағамыз бар. Солардың қызығын көреді. Келесі 30 жылда, 40 жылдықта осылай басымыз аман болып, бауырымыз бүтін болып, жылдан жылға көбейіп, осылай жүре берейік. Бүгінгі кешкі әдемі отырысымыз жақсы өтуіне тілекшімін. Барлықтарыңа рахмет, ат салысып жүрген, общий айта салайын. Құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар деп айтайын енді. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Мына қара шаңырақ 5-ші орта мектепке келдік. Тардай болып кіріп, таудай болып шығасын дегеннің мағынасын енді түсініп жатырмыз ғой. Осы екен еңбек мұғалімдерді кеткен, енді оны басымызға түскесін біліп жатырмыз. Рахмет. Басым деймін сіздерге, мына оқушыларға бәріне қандай керемет, әдемі осындай ортамыз азаймай, осындай биік белестерден бір-біріміздің қуанышымызды, біреуі врач, біреуі мұғалім, біреу бір жерде әкім деген сияқты, сондай оның өзі есту үлкен мәртебе деп ойлаймын. Дендеріңіз сау болсын. Әрқашан осындай келсек, осындай қуанышқа келейік. 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдықта ортамыз азаймасын. Дендеріңіз сау болсын. Басым
күндерім. Қайда сол бір асыл жанды достарым, аңқылдаған, жарқылдаған от жалын. Сұңқар жігіт, аққу қыздар қайдасың? Мектепті еске алайық, жүректерде от жағып. Ассалаумағалейкум, осыдан 20 жыл алдын осы мектеп табалдырығынан қияға ұшып кеткен қарлығаштар. Кеше ғана торма желбіреген ұл-қыз болсаңдар, бүгін араға 20 жыл бәріне әрінің ұйытқысы, бірің ана, бірің әкесіңдер. Туған ауыл 10 жыл оқыған Алтия мектепті еске алып, ұйымдастырып отырған салтанатты мерекелерін барлықтарыңызға және біліп құтты болсын. Бүгінгі кешімізді мынау аяулы ұстаздарымыздың ақ тілектерімен ашамыз. Бойыма алаулатып күн жалынды, өмірге ұмтылдырған құштарымды, кеудеме білім нәрін құярдыген, ұмытпаймын мәңгі бақи ұстазымды деп алғашқы бүгінгі мерекеміздің тілектерін сонау Қазақстаннан келген аяулы ұстаздарымызға береміз. Келеріңізді. Бүгінгі мерекелерін 20 жыл құтты болсын, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдықта өз бастарын бүтін ұшыраса беріңдер. Құдай қалесе 30 жылдық, 40 жылдықта сол актив болып келесіздер, өздерге ақтанысып. Сол мерекесі Алла, семьяларыңа бақыт болсын, өздеріңе Алла денсаулық беріп, сол өсіріп жатқан ұлды қызығын тең көріп, осы жердегі ұстаздарымыз абыройлы болыңдар. Бар осы жақсы сөздеріңізді естіп отырайық. Айтатын көп, басатын бар екенді айтып қалайыңыздар, айтыңдар. Ұрылып уақытта балдарым, ұрылып оқытты, бірақ сонша класс шығарыммен бір ата-аналарыңызға рахмет, бір адам арда жас келген жоқ. 34 жыл ұстаз болдым, бір адам келмеді. Мен сол балдарымды ойлаймын. Енді осы кезде ұстаз болсам, мен сотталар екенмін. Ата-аналарыңызға рахмет. Осы азаматты не қылдым мен? Ұртып сөйтіп анаға сакетті қуып жібердім. Сау болсын, әлі бітіріп, қайтып келе берді классына, қайтып келе берді. Нұрлыбай, қайтып келді. Бармайтын ол классқа деді. Рахмет, қадекені шығарам, бізде оқуды ұрсақ дұрыс па? Рахмет, осындай азамат болғандарыңызға қуаныштымыз балам. Сол алыстан аңсап келіңдер, туған елімізді, достарымызды, ағайын туған ұстазды. Бар уақытта осындай ұшырасында кездесейік балам. Қымбатты да құрметті кішкентай ғана балапандарым сендер. Баяғыда кішкентай ғана балапандар едіңдер. Енді міне әрқайсының әр жақтан бас қосып, үлкен отбасы болдыңыздар, ата-ана болдыңыздар. Балдарымыз міне әке атанып, қыздарымыз ана атанып, мамандық иелері болыңдар. Осы мектептен түлеп ұшып, міне жан-жақтан жиналып, мына 20 жылға бас қосып жатырсыздар. Негізі бастауыш класста біз 6 класс едік. 6 класс, 6 мұғалім бір-бірімізбен жарысып, сондай мұғалімдер бір-бірімізбен үлгі алып, ашсақ, өткізіп, жарысып, сіздерді жақсы білім алсын деп бір-бірімізден тәжірибе алатын едік. Сол 6 мұғалім. Міне соның бас қосып келіп отырғанымыз, міне бастауыш класстан Күләш апамның келін 4 мұғалім келіп отыр. 2 мұғаліміміздің себебі келе алмай жатыр. Енді Қалия апамызға да Алла не берсін, сабыр берсін. Оңай болған жоқ, келуі керек еді, келе алмады. Бәрін түсінесіздер. Бірақ мен елден кеткенге 27 жылдай болыпты. Бірақ көп оқушыларды танымадым. Кеше келдім, бір маған келіп жақындаған оқушы. Не айтады? Мына менің классымда мына жерде оқушыларым бар ма, жоқ па деп. Тек қана Ажимовты енді мен кішкентай кезінен ата-аналармен араласқаннан кейін, Ажим және Шымкентте оқығаннан кейін онымен көп араласамын. Мен ана Рига ағам баласыға соны байқадым. Ал қалған оқушылардың көбісі негізі ол классқа 28 оқушы болатын. Мұнда бір рахмет, өсіп жатқан оқушылардың рахатын көріңіздер, биіктерден көріңіздер, сіздер жетпеген жетістіктерге ұлдарың, қыздарың жетсін.
әрқашан сендердің жақсылықтарыңды көріп біз қуанып отырайық. Мен осы жерге келгенде 99-да кеттім. Одан кейін мен ұстаздық жолын тоқтатып қойғанмын. Сөйтіп ол жаққа барғаннан кейін жерде производственный фармацевтик компанияда жұмыс істедім. 27-26 жыл. Мен бүгін ол жерде жақсы жұмыс істегенім үшін биыл мен қоғам қайраткері атағын алғанмын. Бірақ та қанша жұмыс істесем де таңертең кетіп бара жатқандармен жұмысқа емес, сабаққа кетіп барамын деп сөйлеймін. Менің жүрегімде әлде де осы жерде істеген жұмысым, сендермен бірге осы ата-аналарымыз істеді. Артымызда қарап тұр ғой, әрбіріміздің ата-анамыз мінекей осы мектептен нәр алып, осы жерде өстік. Сондықтан менің бұл жер менің кіндік қаным тамған жер, оқыған жерім. Сондықтан мен және ұстаздық еткен жерім өзім сүйіп, жақсы көрген мамандығымды ары қарай жалғастыра алмадым. Себептермен бірақ та ыстық маған. Кеше оқушыларым шақырғанымда қуана қабылдадым. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, жақсы жүргендер. Менің мына 86 жылғы оқушыларым осы мектепке мұғалім болып келгендегі бірінші классым менің. Бірінші рет, бірінші класстан бастап 4-ші классқа дейін оқыттым. Сол үшін оқушыларымызды кешегіден мен Салыбайпен сөйлесіп отырсам, сіз сондай едіңіз, бұндай едіңіз дейді. Мен өзім таңғалдым, мен сондай рәсіммен сондай мұғалім болдым ба деді. Сондай оқушыларымның есінде сондай жақсы немен қалғаныма қуаныштымын. Әйтеуір сыйлап, шақырып жатсындар. Бармайын деп едім. Демалам, биыл жұмысымыз ауыр болды, демалам. Келін алдым, келін жұмсап жатам биыл десем жоқ. Светок барып қоймады, одан Салыбайып қоймады оқушылар. WhatsApp-тан айтып жатыр, сосын сендерімді кеудемін қимадым. Осы ауылдан кеткеніме 20 жыл болды. Сол сендерді елме шақырғаннан кейін кеттім, сол кеткеннен осы кеттім. 20 жылда ауылымыз бірталай өзгерді, мектебіміз де көркейіпті. Осындай дәрежеге жеткізіп отырған Жәмила саған да рахмет. Әйтеуір келгеннің бәріне есігіңді ашып жатсыңдар, жұмыстарыңда табыс болсын. Ал сендерге не деймін, дендерің сау болсын, бәрінде әйтеуір үлкейдіңдер. 20 жыл өткеннен кейін сендерді 40-қа таяп келатсыңдар, дендерің сау болсын. Бәрінде семья алсындар көбін, енді біреу болмаса, семьяларында бақыт болсын, дендерің сау болсын. Сол бәрінде бала деп жүрсіңдер ғой, балдарының қызығын көріңдер, солардың түрлі тойы болсын. Бүгін 20 жыл етмесеңдер, 30 жыл, 40 жылдықта, 50 жылдықта ұшырасу несіп етсін бәріне де. Бастарың аман болып, бауырларың бүтін болып, жүре бермейсіңдер. Мен де осы ауылдан кеткесін мұғалімдікті қойдым. Енді Қазақстанға көшіп барғасында мен бар жағдай жасалмаған. Бізде енді өмірдің қиыншылығына өттік. Кәдімгі жай ғана рабочий болып жұмыс істейді. Мен айтар істеген оқушым бар. Бүгін бар ма жоқ па? Айтар істей алады. Апа қойшы осы жұмысты қойшы. Мен балдарым да ұялады. Рабочий болып істемейсіздер. Бірақ мен өзім денсаулығыма пайдалы деп істеймін. Рабочий болса да адал нанын тауып жеп отыр. Соның арқасында әйтеуір Қазақстанда сыйлап, еңбек даңқ орденімен марапаттады. Қай жерде жүрсеңдер де еңбектен сеңдер, еңбегің бағаланады екен. Әйтеуір бәрінде дендерің сау болсын. Мен негізі ұйымдастырушы қабілетім күшті, өзім де білем, басқалар да біледі. Мен кетіп қалғаннан кейін де мен құрдастарым айтады, оқушыларым өзіңе ұқсаған деп. Вешіп жасағыш оқушыларым деп. Енді осындай болып ұйымдасып, жан-жақтан жиналып жатқандарында, сол ұйымдастырудың арқасы, ауызбіршіліктерің ешқашан бұзылмасын. Дендерің сау болып жүре беріңдер. Сіздерді шақырып, осындай дәрежеге құрметтеп жатсыңдар. Сіздерге мың алғыс, Алла сіздерді еселеп қайтарсын. Ұл-қыздарының қызығын көріп, немере сүйіп, сол ұстаздарыңыздың жасын берсін. Аяулы ана, біріміз аяулы ата болыңдар. Сіздердің жақсы күндерің көп болсын. Мына мектепке келіп жатсыңдар ғой. Рахмет, ұстаздарына да жан-жақтан келіп жатқан. Сіздерге мың алғыс.
ылғи осындай жақсы күндерге тойларға келу несіп етсін сіздерді. Қазір 11 класстың атқаруында бір би тамашалайсыздар. Өткен күндер есімізде қалады. Естеліктер айтылады не түрлі, балалық кез бізге тәтті болады. Үш жүктелген жазылетін хаттарды, акидада талай сырлар сақталды, сүйгеніне қалам, дәптер ұсынған сарынамыз сол баяғы шақтарды деп қазір тірек кезегі өздеріңізге балалық шақтарыңыздағы ең бір қызық күндерді және мына ұстаздарға деген, достарға деген ақ тілектеріңді білдірсеңіздер. Мына жерде сонау Қазақстан Республикасынан келген біраз бала қызды жазып берді маған. Мына жерге Кеңесбек, Аман, Молдасы, Света, Құралай, Гүлзал, Салтанат, Ахан, Камила, Тимур, Қаламқас деген қыз жігіттерімізді тілек. Қысқа қылып, әдемі қылып өздерінің тілектерін білдіре қойыңдар. Уақыттыңызды. мереке тойымыз құтты болсын, отбасыларымыз аман, дендеріміз сау болсын, сол ауызбіршілігіміз мықты болсын. Ауылдың балдарына көп рахмет. Үйден келсек, тойға жақсылыққа қатысайық сол. Құрметті достар, бүгінгі 20 жылдық бәрімізге құтты болсын. Бәріңізді көрсек қуаныш үстінде көрейік. Ұстаздар, сіздерге де рахмет. Сау болың. Мен мұғалім жоқ болғасын естіңіз. Сүйреп жүретін мен бұл таңғаларым жүремін. Мектепке деп қалмам, неге қалдың сабақта?
достарым, ұстаздарым, бүгінгі күнге барлығыңызға сәттілік тілеймін. Бүгінгі күн өте жақсы, есте қалар Құдай деп тілеймін. Жалпы жаңа айтып жатыр ғой, мына жерде мектеп дәуіріндегі бір қызықты кезеңдерді еске алынды. Мен мысалы өзім өмірде осы 20 жылдың ішінде өзімнің түсінгенім, өмірден түйгенім 40 минуттың мектепте сабақта 40 минуттың қадіріне жеттім. Қатты қиналдым. Сосын тағы бір білім, бұл жаңағы енемен құдық қазғандай соның сол сөздің мағынасына қатты жеттім. Одан кейін мына жерде Райхан деген ұстазым мен алғашқы партаға отырғызып, осы алғашқы қаламсырған ұстазыма алғысым шексіз. Кеше бір жерде бір айтып қалғаным бар өзіңізге. Себебі олай деген себебі мен бірінші шәкіртіңізбін мысалы. Дегенмен сол бірінші алғашқы жұмыс уақытыңыз болса да менің қабілетімді сіз бағалап білген екенсіз. Мысалы, олай ұратын бетімізден тартты, бірақ маған бірін айтқансыз, мен сені ұрмаймын деп та, мен өзімнен сөйлемім, бірақ көбіне сол алға қарай тартатынымыз. Құдайға шүкір, қазір соның арқасы, қазіргі таңда мен өзім сол алғаш 11-ді бітіргеннен кейін колледжде оқыдым, Нүкісте 3 жыл оқыдым, одан кейін Ақтау қаласына барып университетке түстім, артынан магистратура бітірдім. Қазіргі таңда мен университет мұғалімімін. Ал енді қалған мәселе өзімнің сыныптас достарыма бәріне рахмет айтамын. Осындай тамаша күнді бізге сыйлап шақырғандарыңыз үшін көп рахмет. Құрметті ұстаздар, алғашқы қалам ұстатқан сіздерге мың алғыс. Тардай болып кіріп, таудай болып шыққан едім. Мынау менің класстастарым, сыныптастарым, сіздерге де мың алғыс, құрмет жасап отырғандарға да қанаттары талмасын, отбасыларына амандық тілеймін, дендерің сау болсын. Пиходико қалампас деп. Мына айтып отырған барлық жақсы нелер Алланың құлағына шағылсын. Сіздерге көп рахмет. Сонау деген ойда қырда болсақ та басымыз. Балдар, сіздердің келешектеріңе рахмет. Барлық айтылған жақсы тілектерге қосыламын. Ассалаумағалейкум, жігіттер, қыздар, ұстаздар. Сіздерге басым деймін, Дәуреш апа. Айтқаныңыздай бағанда болыңыз, тәрбиеледіңіз. Басы болсын жауып отырмыз. Рахмет сіздерге. Сонша жерден жинап, фирмалық беріп отырмыз. Ауылдың арқасы, 86 қыздарына, құрдастарға да рахмет. Басымыз дейміз, күшті болып жатыр, көңілге күшті. Рахмет сіздерге. Ұстаздар, оқушылар, жігіттер, қыздар. Осы мектепке, осы күнді сыйлаған бәріңізге де рахмет, апайларға рахмет. Бастысы осы апайларға арқасы осылай осы жерде тұрғанбыз. Бастауыш сыныпта кімнің есінде коридорда ең бұзық сынып қай сынып еді? Өзі сыныпта ең олдар арқада бір коридорда өте алмай тұрады деп қой. Олдар шашты тартады, итереді. Райхан апайға жалдар текті. Райхан апайға бәрімізді елбай кетіп, қашқыр еді осығандардың бәрімді. Рахмет бәріңізге, Дина апай сізге де рахмет. Біздің бұғылы тағы сол жарас, сол абатша айтпай кетті, бәрімізді мақтап кетті, білеміз ғой. Содан өсіп, осы апайлардың арқасы. Бәріміз қазір бір-бір семьяның басы, бір-бір семьяның отанасы болып отырмыз. Рахмет апайлар сізге, осы мектептің арқасы, осы жерге көп үлкен рахметімізді айтамыз. Және тілекке келетін Аманжан, Бану, екі ғабит бар дейді. Талас, Бауыржан, Тайшыбек, Гүлшат, Гулия, Епон дейді. Келіп ойындар. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, сыныптастар.
менде кішкене айырып берсеңізші, кеше өлеңдерімді осылай сөйлесіп қалған. Ал мынау дейміз, ең бірінші Аллаға шүкір осы 20 жылдықты береміз деп осы өзіміздің туып өскен ауылымызға шақырып осыны қолдап үш класты бірігіп берейік деген ең бірінші осы Жарас, Руслан, Ербол, Ершкай осы жігіттерге мен ең бірінші алғыс айтқым келіп тұр. Одан кейін осы ауылда жүрген қыз жігіттер және келіншектері қолдап басшы Жарас, Ербол, Руслан болса қосшы осы ауылдағы әрбір көмектесіп поддержка беріп алыстан достарымыз, жолдастарымыз келді деген осы ауылдың жігіттастарына басын иемін бірінші. Осы күнді сыйлаған, одан кейін осы күніміздің, осы қуанышымыздың куәсі боламыз деп өзінің алтын уақыттарын, өзінің жұмыстарын, осы ысында денсаулықтарын және қалтасынан шығарған финансовый деген дүние бар білесіздер. Сол дүниені барлығын ысырып тастап, осы алтын мектебімізді, тұрған жерімізді көреміз деп оқушылардың бір ауыз сөзін жерге тастамаған ұстаздарыма алғысым шексіз. Менің әкемді оқытқан, әкем оқып шыққан, шешем оқып шыққан, ағаларым, інілерім, апаларым оқып шыққан осы мектептің табалдырығынан ұстаз деген атты лайық көрген осы мына ұстаздарыма, олардың да ұстаз болса, менің де ұстазым осы жерде Мадина апам бар, мына жерде Зауреш апам бар, Разия апам бар, Райхан апам, Дина апам бар, және де марқұм болған біздің күрәш деген апайымыздың орнын жоқтатпай, сол үйдің қарашығаратын олын сөндірмей келіп отырған мына жерде біздің жеңешеміз бар. Мына сіздерге де отбасыларыңызға тек қана амандық, жүздеріңізге жарқын күлкі, дентеріңізге саулық, ешқашан да ауырмаңыздар, қастан жасқан толы осындай өздеріңіздің тәрбиелеп шығарған осындай оқушыларыңыздың мына көңілді 40 жылдағы 50 жылдар болсын, келінаған тойтағасын тойтағын шақырған уақытта осындай қимас уақытта алтын уақыттарыңызды бөліп келулеріңізге біз тілектеспіз. Ең бірінші осы мектепке қадам аттаған кезде жаңа айтып жатыр ғой, біздің қыздар тардай болып кіріп таудай болып шығасың деген мағынасын біз елде түсініп жатырсыз. Ең бірінші менің шешем Қырмызы деген адам осы мектептің полын жуып бізді арқалап баққан адам. Осы Разия апайдың қолына мен апарып тапсырған ең бірінші басында. Одан кейін Зауреш мұғалім Табын ауылы, біздің мына Байқат ауылы осы өзінің жағы класс ашып оқушылар жинаған кезінде Сақпай Бауыржан мен сол кезде Нұрлан Тайка кімдермен мені сол жаққа алған. Ол жерде бірінші класты енді аяқтайын деп жатқан кезде Райхан деген апайымыз келеді, дағы оқушы жетпей. Райхан мұғалім ең бірінші бұрын ауылда да көрмеген осылай келген оқушы тақауға келді. Салбай, осы оқушыны алам деп менің арқамнан қаққан. Тұрдым орнымда, мен орнымда тұрам. Зауреш апай отыр дейді, мен басқасын ал дейді. Райхан мұғалім тұр дейді, отыр дейді. Сол жерде сұрап болып Райхан мұғалім мені жерге алып кеткен. Осы ұстазыма алғашқы қаламды ұстатып, әліппені ұрдым, тағы басқа дейді ғой. Әке шешенің, туған ағаң, інілердің көшіне таяқ жеген таяқтарын ол ащы болатын болса, осы ұстаздардың берген таяғы тәтті екен. Себебі осы ұстаздардың берген шапалағымен, ұрған указкасымен мені өзім жеке адам болдым ғой. Көп рахмет. Дендеріңізге салып, көп сөйлеп кішкене айып етпейсіңдер. Әкем мен шешемді көріп бәдір, жігіттер қыздар мен жағдайын біледі. Алла разы болсын. Құрметті ұстаздар, бүгінгі 20 жылдық кездесу неміз күшті өтіп жатыр. Атсалысып жүрген балдарға рахмет, көп. Мен келем дедім, келмеймін дедім. Енді де бәрін көтереді осы ұстазбен. Мынау бүгінгі 20 жылдарыңыз құтты болсын. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. 20 жылда, 40 жылда, 50 жылда кездесе берейік. Абайда сіздерге рахмет. Алла разы болсын, сол жерден келіп жатсыздар, сыйлап жатсыздар.
Иә. Дендеріңіз сау болсын. Немере шөберелердің қызықтарын көре беріңіздер. Тойларда келісе берейік. Рахмет жігіттерге, ауыл жігіттерге. Ассалаумағалейкум, жігіттер, қалайсыңдар? 20 жылдық мерекелік той құтты болсын баршаңызға. Мына апайлар, сіздерге де рахмет. Тегдептер келдіңдер ғой, біз сізді сыйлап. Сіздерге де рахмет. Мәденапа, Зареш апай, Рәзәмұған апай, Айхан апай, Дин апай, Көзіп апай. Сіздерге де рахмет. Мені оқытқан Рәзәмұғанға басым деймін. Мәден апа, сізге де басым деймін. Аттестатында 1-3 жоқ, 4-5 бәрі. Алысында білдіріп, екеуіңізге көп-көп, екеуіңіз ғой сіз мені оқытқан. Жұмагүл мұған бұрыс нөлімеде оқытты, Рәзем мұған мен алам деп мені қолына алды, оқытты. Алысында білдіріп, бәріңізге рахмет, келсек той деп келейік, мына Сарауашанға, Жәмін апаға да рахмет, осы мектепті гүлдетіп, осындай жасағанға, Раушанға келсек той деп келейік. Алматыға, Қазақстанның тараз болсын, сол барлық жерге басында сізден тойға келіңдер. Бәріңізде той болсын, сол бала шағаңыз аман болсын, сол сіздеріңіздің жолдаңызды бізге берсін. Сол сіздерді көріп мен қуанып тұрмын. Рәземұған апай, сізді көріп, кеше алдыңыздан жүгірдім. Бірінші ол мені таный ма, танымай ма деп жүгірдім алдыңыздан, таныдыңыз. Көп-көп рахмет. Сол бәріңізге рахмет. Жүрген жігіттер Жанат, Ербол, Руслан. Рахмет. Алла разы болсын бәріңізге. Өсіріп отқан бұл қыздарыңыздың қызығын көріңіздер. Көп-көп рахмет қыздар, жігіттер. Осы жақта жүрген жоғарламның келіншектеріне рахмет. 3 күн, 4 күннен бері жүр ғой. Рахмет соларға. Өсіп атқан болыстардың бәріңіз қызығын көріңіздер, бәріңізге рахмет, бәріңізге басым деймін. Мынау сонау Қазақстан Республикасынан келген 86 қыз жігіттердің құрметіне, мынау аяулы ұстаздарымыздың құрметіне Мақпал Жүнісованың ауылға барам деген әнін орындап берейін. Бәріміз хормен айтуға шақырамын бәріңізді. Thank you.
ертесін тамасын барамыз. Ал Бақтығалина ол кісі еске алып тұрады. Ал балам жіберсе, ай Бақтығалина, менің балам біреу ғой дейді. Жақсы дейді. Мына типтің мамасы береді, жақсы апай, дәмеш апай. Мен анда-санда үйіне барамыз ғой, автобусқа барамыз ғой. Апай айтады, менің кішкентайым Ақтау, ертеп жүресіз, менің кішкентайым ғой дейді, кейде тайым дейді. Даже сол қазір қайда жүреді. Сосын мен дәмек үйіне барам. Дәмек үйіне барып тұрады енді алады дейді. Көбірек қалатын шығар. Дәмек үйіне барсақ, дәмек үйіне жер ашығы, сосын самсақ сонда свежий жақта пісіріп жатады. Жаңағы самсаны маған керосин маған жегіледі. Мысалы керосинді қағазға орап береді. Мәкем қайта береді. Сондай қысырады. Мына Нұрит ауа. Красный ақшасын бермейді. Әжесін айтқан. Әке-шешесін айтқан. Қой, мен балам емес. Әжесінің баласы деді. Нарқымайды. Салтанаттың үйіне барып тұратын. Ана перузе ойынша бармайтын салтанат баратын. Енді класстың ішінде айтқан тек ана мақтап отақ деген сол есімді суға тұрған ба. Бір күні ана кішкенде мен кішкентайдан алдым, ана кішкентай 32 дедік қой. Ана Русландар ішінде бәрі кішкентай еді. Бір ана ішін құттайтын бір ойын шықты ма сосын жаңағы. Адам ішін құттайтын еді ғой. Қытықтар емдеген қытықтар бір сондай ойын шықты. Солар Русланның бір іші ауырып қалды. Мамасы келіп, Роза келіп, қалаға апарам деп біздерге кейіп алды. Кім бала келіп білмейді, бір бала қатындар алды. Ана Руслан айтпайды. Руслан ауырып қалды. Бір қызы ойын шықты ғой. Содан кейін мынадай мұрны бүйтіп, мұрын бүйтіп сипап жіберетін естерінде ма? Есінде бар. Ана мектепте. Бүйтіп қалай болмаса сол таңба салу керек. Таңба салады. Ауа, ана кішкентай мектепте. Амаларын келіп жүрді ғой, баланың орны ұзап кетті. Бесінде мамырдың қанаты қаққанбыз. Жас түлек деген кеудеге лента таққанбыз. Соңғы қоңырау сыңғырыменен асаған. Балалық шақтың есігіндегі жапқанбыз. Қызығып жасыл күлгінге балалық өтті білдің бе?
Ассалаумағалейкум жақсылар мен жайсандар, ассалаумағалейкум барша меймандар. Осы 20 жылдық бақытты кешіне, бақытты тойына келген біздің ұлағатты ұстаздар, ұлағатты қадірі керемет қонақтар, бүгінгі 1986 жылғы туылған қыз жігіттердің мектепті бітірген 20 жылдық керемет тойына, керемет кешіне баршаларыңызға қош келдіңіздер. Мерейтойларыңыз құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Осы кеште қадірлі қонақ болған ханымдар мен мырзалар, ұлағатты ұстаздар, аяулы ата-аналар, жалпыламай бүгінгі қадірлі қонақтар, көріп куәсі болып жатқанымыздай бүгін бес қаланың бірі болған міне Қоңыраттай қаламызда, Динар ресторанымызда, Қоңырат ауданына қарасты номері 5-ші жалпы білім беру мектебінің міне 1986 жылғы туылған қыз жігіттер, яғни 2004 жылғы түлектер, міне бірі бақытты әке болып, бірі бақытты ана болып, сол мектеппен қоштасқанына көзді ашып жұмғанша 20 жылды артқа тастап, ал дәл бүгін ауызбіршіліктерімен біргелікте жан-жақта болуына қарамастан бастары қауышып, мінекей құтты мерейтойларын бастап жатқан бүгінгі 2004 жылғы түлектерімізді қарсы алатындай духтарымыз бар ма ағайындар? Айқай шумен бүгінгі 2004 жылғы түлектерімізді ортамызға әндетіп, сәндетіп, айқай шумен қарсы аламыз. Ал мерекелерің құтты болсын. Кеттік. Көңіл күймен. Өйде. Сонау жыл күзде кеудеге гүл тағып, мектепке келіп бет алып, ұстазбен қондырып зердеме үйреткен ей қырық кәрі. Сұр көйлек ақпар тұқпенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Сұр көйлек ақпар тұқпенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Ой, тамаша! Серік қып 10 жыл парты мен тақтаны, достыққа ашты қақпаны, бала шақтардың бәрі есте алғашқы ей махаббаттары. Сұр көйлек ақпар тұқпенен келуші қыздар сәніңіз, ақ көйлек қызыл галстук жарасушы еді бәріміз. Сұр көйлек ақпар тұқпенен келуші қыздар сәніңіз. Ой, рахмет, құрметті түлектер, құрметті бітірушілер, екі шетте коридор құрып, әдем болып, ортамызды, жолдарды ашып алайық. Дәл қазір ұстаздар келетінде де тек қолдап, қуаттап, аямай, айқай шумен поддержка жасап, бүгінгі 2 сағатта өтіп кетер. Көптен күткен ұлы, міне қуанышы тойымыз болған 20 жылдық кешіміз баршаларымызға құтты болсын дейміз. Ассалаумағалейкум, құрметті түлектер, ассалаумағалейкум. Аяулы ата-аналар, ассалаумағалейкум, ұлағатты ұстаздар. Ал құрметті 1986 жылғы туылған қыз жігіттер, яғни 2004 жылғы кереметті түлектер. Ал бүгінгі мерейтойларыңыз баршаңызға құтты болсын, қадамдарың сәтті болсын, болашақтарың бұдан кейін де тәтті болсын, көңілдерің шатты болсын. Бүгінгі 20 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын дегендердің айқай шумен шапала қатты болсын. Ой, бәрекелді, тұпай көз тимесін. Мына бүгінгі 20 жылдық кешімізге шақырған қонақтан гөрі өзіміз көп екенбіз ғой. Аллаға шүкір, тұпай көз тілден аман болыңыздар. Міне бүгін А класс, Б класс, вагон класс жалпыламай қосылып, осындай көптің басы қосылатында, бұл ол анау-мынау адамдардың қолынан келе бермейді. Аллаға сансыз шүкір, міне осы ауызбіршіліктің сыйластықтың арқасында осындай 20 жылдықты басын бастап, ізін қостап, міне ұйымдастырып жүрген жігіт қыздарымызға мың алғысымызды айтамыз. Жалпыламай солардың ізіне еріп, міне алыс демей, осынау көрші мемлекетіміз болған Қазақстан Республикасынан келген жалпы ауылдағы, алыстағы, жақындағы жігіт қыздарымызға және бір рет 20 жылдық кешіңіз құтты болсын деймін. Иә, ал ендеше әрине
біз шаттыққа толып тасу үшін, мінекей әр қадамды құтты қылып басу үшін. Біздер неше сағат бойы күніменен күткенбіз ғой, осы мерекені ұстаздармен ашу үшін. Сондықтан дәл қазір мен ұстаздарды бірімдеп шақыратын болатынмын. Яғни бүгінгі ұстаздарымыз міне ортаға билеп көңіл күймен шығуы тиіс. Өйткені көптен күткен қолынан ұшырған қарлығаштар 20 жылды артқа тастап, шәкірттері бүгін қуанып 20 жылдық мерейтой мейрамын, құтты кешін бастап жатқан кезде олар да көңіл күймен ортаға шығуын сұраймыз. Сондықтан да осы Қоңырат ауданына қарасты номері 5-ші жалпы білім беру мектебінде соншама ұстаздардың басын жиып, өз тәжірибесімен осындай кереметті жұмыстарын табысты алып барып жатқан осы номері 5-ші жалпы білім беру мектебінің бас директоры Көмекова Жамила апайымызды дұрыстау көңіл күймен билеп шығарайық ортаға. Жамила апайымыз бар ма? Жамила апа! Қане билеп келші Жамила апа! Шапалақ ұрамыз, қол соғамыз, ағайын той құтты болсын! Жаутаңдаған баладай, жалындаған жанарай, жүрегімді кеттің жарай. Саламатсыз ба Жамила апай, қош келдіңіз. Көңіл күй қалай? Бірден ана билеп шығасыз дегенге қобалжып, екі шәкіртіңізді алып шықтыңыз ғой сіз ортаға қарап. Тоқтап тұрыңыз, аз қалған мұғалімдерден мен шақырып алайын, одан кейін сізде баршаңызды бірге сөзге тартатын болатынбыз. Ал ендеше әрмен қарай осындай ұлдарын, осындай қыздарын, өзінің туған ұл қыздарынан кем көрмей, бар білімін, ілімін берген ұстазымыз Зәуреш апай шақырамыз. Қане біргелікте? Зәуреш апай, көңіл күй, керемет күй. Жоқ па? Жақсы, себеп, рахмет. Себептермен кешігіп жатыр. Дым болмаса Мадина ұстазымыз апайымыз бар ма? Бар ма? Ол да жоқ па? Бар ма? Ал бар болса, Алла шар болса Мадина апай, ұстаз, қане көңіл күймен билейміз, поддержка жасаймыз. Жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі билеп, әңгіме салсам өйдеп, маған сейдеп, жылтыр көйлек, жарасып үстіңе құдашам жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі билеп, әңгіме салсам өйдеп. Сәлеметсіз ба апа, ұстаз, қош. Жоқ, Бекзат емес, атым Жеңіс болды кешеден бастап. Рахмет. Ал тойларың той қаласын. Ал әрмен қарай біздер тағы да ұлағатты ұстаздарымыздың ізінде біргелікте білім берген, ілім берген ұстазымыз Дина апай бар ма? Бар болса ұстазымыз Дина апайды көңіл күймен, керемет күймен, айқай шумен шақырамыз. Ұстазымыз Дина апай. Әкесі дайырды, молодец, красавчик, бименен айырдым, шіркін, мынау, қуаныш тойымды. Жаным, апкем, қош келдіңіз, той құтты болсын ұл қыздарыңыздың. Әрмен қарай тағы да ендеше Райхан ұстаз апайымыз бар ма? Бар болса. Келді ма? Қайда ол? Енді ма? Жақсы, оны жайғастырмада ерекше күтіп алатын болатын. Қане біздің Райхан апайымыз, маэстро музыка! Вау! Қарап тұрсам тағы, өмірдің көп қойсаңы. Ой, Райхан апа, ұл қыздарыңыз алып шығатындай болған екенсіз ғой өзіңізді. Рахмет. Ал тойларын той қаласын. Олай болса, жаңа ғана міне осы ұл қыздарының 20 жылдық бақытты сәті кеше мерейтойы болып жатыр деп аяғын қолына алып шауып келген Зәуреш ұстаз апайымызды қарсы алайықшы. Қанекей! Зәуреш апай! Қоңыраттың жігіттері басқаша. Саламатсыз ба, Зәуреш апай, қош келдіңіз, тойларың той қаласын. Міне осындай жағдайға жетірген сіздерді әлі де сыйлайтын, білім берген біліміз, іліміңізді ұмытпайтын, ол қыздарың барына сансыз шүкірлер болсын. Ал тағы да осында ұстаздарымыздың бірі болған Қамар апайымыз бар ма? Жоқ па? Жарайды. Онда болды ма ұстаздар? Кім бар?
Ұстазымыз Разия апайымыз. Қане біргелікте көңіл күй, керемет би, айқай шу! Ұстаз Разия апай, қош келдіңіз, тойларың той қаласын. Ал көңіл... Ал тағы да ұстаздарымыздың ізінен, нұр тараған жүзінен, міне марқұм Күләш апамыздың ізінен үйінен келіп жатқан келіндері бар екен. Оны да ұстазымыздай көріп, дұрыстап көңіл күймен қарсы алайықшы. Мен сүйген аруым қызыл раушан, гүлім әсем раушан, жанымды менің жаулаған қызыл раушан, уақытқа сені бағарым қызым болсаң, өзіңе арайлым. Сәлеметсіз ба, қош келдіңіз жеңше. Ал міне осы ұстазымыздың орында ұстазсыз деп барша міне ұлдарың, қыздарың, сол алтын ұя деп аталушы ана мектебімізді бітіргеніне 20 жыл болса да, сол алдарыңда, сол 20 жылдағы алдыңғы балалықпен бүгін сіздерді көңіл күймен шақырып жатқан жайы бар. Өйткені бүгін 20 жылдан кейінгі 20 жылдық кереметті салтанатты кеші мерейтойы бар. Бәрінің жақсы ойы бар, бір-біріне жарасқан бойы бар. Ал тойларың той қаласын деп, міне сіздерге тағы да ұрайын деп тұрған шапалақ ойы бар. Десем бола ма? Бәрекелді. Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, құрметті аяулы аналар. Міне сіздер, музыка, рахмет. Ал енді бұл осындай бақытты, міне шәкірттеріңіз 20 жылдан кейін бірі бақытты әке болып, бірі бақытты ана болып, бүгін алдарыңа жиылып жатқан, бастары қауышып жатқан жайы бар. Сіздер бұларға тек қана ұстаз емес, өзінің туған анасындай болып тәлім тәрбие бергендеріңіз үшін сіздерден алды бұрын Алла разы болсын. Ал сіздердің жолдарыңды, жастарыңды осындай бақытты шәкірттеріңе бере берсін, бәрі ойнап күле берсін, бақытты ғұмыр сүре берсін. Ұстаздар не айтса, сөзіне құлақ қалдырмай түре берсін, қадірін жоғалтпай, әрқашанда қадірін біле берсін. Сіздер бір-бірінен алыс болсаңыздарам, міне осы көңілдерің бір-біріңе жақын жүре берсін. Ал осы ұстаздарымыз, аналарымыз, әкелеріміз бақытымызға аман болсын дегендер тағы да бір шапалақ бере берсін. Ой, рахмет. Ал құрметті түлектер, шынайы жүректер, бүгін сағынышқа толып тұрған сәті ғой ағайын. Балалыққа қайтып тұрмыз. Ал осы балалық сәтке қайтқан сәттеріңізбен тағы рет құттықтаймын. Енді бүгінгі ұстаздарымызбен бүгінгі кешімізді ашпай тұрып, құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті түлектер, мынау айтады ғой, өліні сыйламай тірі байымас дейді. Осы мына көңіл күйді көтермей тұрып, біздерден бәрібірде олар тәметіп тұратын ағайын. Сондықтан да міне осы бар білімін, ілімін беріп, бар тәжірибесімен осы күндерге, осындай жағдайға жетуімізге себепші болған біздің Күләш апайымыз, тағы да бірақ та бүгін осы күндерге жете алмады. Алланың заңымен, Алланың бұйрығымен тағы да осы қатарымызда бірге ойнап күліп өскен, ойнап жүрген міне сыныптас достарымыз болатын, бірақ та оларда бұл өмірден қоштасқан Азамат, Индира, Тұрақ, Сәбит, Майрамбай дейтін соларды 5 минут тынышталып, еске алып өтіп, міне құлындай жүрегімізге, жанымызға Алла жағына 1000 сауап жинасақ артық болмаса ағайын. Солардың аруақтарын басында бір кішкене разы қылайық, шат қылайық. Монитор. Баршамызда құтты қадам тастадық, дос болдық, ештеңеден қорықпадық та саспадық. Сол мектепті бітірдік те 20 жылға жетіпті, 20 жылдық мерейтойды бүгін баршамыз бастадық. Көңілі сондай тоқ екен, жүректері пәк екен, бірақ барша келді, төрт көз түгел жиналды десем, мен Күләш ұстаз апайымыз, тағы да Азамат, Индира, Тұрақ, Сәбит, Майрамбай дейтін достарымыз жоқ екен. Бұл да Алланың бұйрығы. Шіркінай, шіркінай. Міне, осындай жан-жағына көңіл бір шашылмай, қадамдары осы кезге дейін басылмай, кете қойдау Алланың сол бұйрығымен 12 гүлінен бір гүлі де ашылмай, мынауда 5 күн жалғанда
кете қойдау қанша арманда, егер оларға өмір бергенде жаратқан ем, қане біздің ниетіміз бүгін олар жанымызда тұрғанда, бірақ ондай болмады, ажалын солай жолдады. Амал бар ма жаратқан емнің ісіне, дәл солай қылып қолдады. Міне, біз тектілерден тараймыз, Алладан тек жақсы ниет сұраймыз, сағынамыз, сағынғанбыз, баршамызда сағынып көз жаспенен мониторға қараймыз. Алла бізге ұзақ өмір бергенде, беріп бізге дос-жарандар ергенде, қане біздің ниетіміз бар еді, осы өмірден өткен ұстаздарымыз, достарымыз осы 20 жылдықты көргенде. Бірақ кете қойдау көре алмай, іздеріңе ер алмай, кеткен екен, амал бар ма Аллаға, сіз оларға ұзақ өмір бере алмай. Көңілдерің ақ болсын, жүректерің пәк болсын, енді айтар соңғы сөздеріміз оларға мәңгі бақи жайлары жәннат, аруақтары шат болсын ағайындар. Шат болсын, шат болсын. Рахмет, тойларымыз той қаласын. Ал міне кішкене осы көңілдерімізді, жүректерімізді тәсірлеп қойған болсақ, сіздерден кешірім сұрайым. Өйткені өліне сыйламай тір байымас дейді. Шынында да нағыз мұсылмандық борышымызды бізде өтедік деп ойлаймыз. Өйткені өмірден өткен ұстазымызды, жалпы керемет сыныптас достарымызды міне еске алып, олардың аруағын шат қылдық деп ойлаймыз. Ал осымыз жандарыңызға мың сауапты жазған болсын жаратқан ем. Міне соларды еске алып, кішкене көзімізге сағыныш жасын алған болсақ, бұл жағында қуаныш жасына айлансын деп бір қол соғып қойсақ, тойларың той қаласын ағайын. Рахмет. Ал сіздер қолдап тұрсаңдар, құтты қадам тастаймыз, жақсылығыңды әрине жақсылыққа қостаймыз. Ал сіздерден ұрсат болса, біз әрине бүгінгі осындай жағдайға жетірген ұлағатты ұстаздар мен бүгінгі мерейтойымызды 20 жылдық кешімізді салтанатты түрде бастаймыз ағайындар. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ал енді жандарында жас үлкен ұстаздар болса дағы, осыншама ұстаздарды жиып, жүрегіне бар жақсылықты түйіп, өзінің мынау бар тәжірибесін көрсетіп, әлі кешеген осы мектепте, міне осы ел халықтың қалауымен, осы кереметті мектебімізде бар білімін, ілімін аямай, осы ұстаздармен біргелікте ұстаздарды жиып, осы номер 5 жалпы білім беру орта мектебіне басшылық қылып атырған біздің Жәмила апайымызды басты сөзге тартатын болатынбыз. Ал тойларың той қаласын, мерекелеріміз құтты, дендеріңіз мықты болсын. Қош келдіңіз. Ал құрметті қонақтар, құрметті шәкірттерім, мына бүгінгі кештің басты себепшілері сіздерсіздер ғой. Мына сіздер ауылға келгелі неше бір жақсы тілектер айтылып жатыр. Солардың бәрі Алланың құлағына шалынып, қабыл болғай. Не ойласаңдар, қандай арманды ойласаңдар, соларға жеткейсіңдер. Қатарларыңны алды болғайсыңдар. Айтып атыр ғой жаңада, өлі разы болмай тірі байымайды деп. Сол ниеттерің қабыл болсын. Қалған уақытта 30 жыл, 40 жыл кездесулеріңізде, 50 жылдық кездесулеріңізде осылай бауырларың бүтін, бастарың аман, араларың сиремей, бүгінгідей ауызбіршілікпенен, бағанада айтып өттік қой, сіздердей болып ауызбіршілікті болып жиналып толық келген класс болмады осы кезге дейін деп. Сол 50 жылдыққа дейін осылай ауыздарың бір болып, мына осындай достықты, бір-біріңді, қадірлеріңді сағыныса іздейтіндей көңілдерің мәңгіге болып, кездесулерің кездесуге ұласа берсін. Ұстаздарыңды сыйлап атсындар, Алла көңіліне берсін. Шыққан еселеріңді мыңдап жеткізсін. Кейін тағы бір айтарым, 1000 қосшыдан бір басшы дей ма, ауылда осы 20 жылдық кешін ұйымдастыруға басшылық етіп атқан осы ауылдағы сіздердің қатарларыңызға, енді ат-бат айтсам біреуін қалып өкпелеп қаларсыңдар, осы ауылда жүріп ұйымдастырып атқан жігіт қыздарға, мына Қазақстаннан келген жігіт қыздардың атынан, ұстаздарыңыздың атынан үлкен рахмет айтамын. Ал елден артып, ат терлетіп келген достарыңа, осы ауылда қалған жора жолдастарыңа ұйымдастырып атқан
қолпаштап көмек көрсеткендеріңе сіздерге де рахмет айтамын. Осы түйінді ортаға әкелуге бәріңнің бірдей үлестерің бар. Көңілдеріңе рахмет. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Тек жақсы күндерде кездесіңдер. Жақсы күндеріңіз көп болсын. Әрине, біз ұстаздар не айтса, соларға ғана ереміз. Мен де бөтен жамандарға ерген жоқпын. Мен үлкендер не айтса, соларға құлақ түргенмін, бірақ басқаларға құлақ түрген жоқпын. Жаңағы Жамила апайымыз айтты ғой, мынандай көпшілік болып, міне той жасағанды көрген жоқпын дейді. Жалпы мен де 1000 тойды өткізіп жүргізіп жүріп, мынандай 3 класс міне бірігіп, осындай көп басы қауысып, бұндай көпшілікті көрген жоқпын. Соның үшінде осы арнайы той деп дастарханымыз жайылғасын, жаратқан ием ешбіріңізді денсаулықтан майырмасын. Айтар тілегіміз осы көптен еш уақытта, еш сәтте сіздерді айырмасын дегім келеді. Ал мерейтойларыңыз құтты, дендеріңіз мықты болсын. Жаңа апайымыз айтқандай, бүгін міне 20 жылдықта бастарымыз қауышып жатса да, көз тілден аман болып, міне бұл жағында да 30, 40, 50 жылда да үлкен ата әже болып, міне біздердің мерейтойымыз деп мақтанатындай жағдайға жетуіңізге тілектеспін, құрметті түлектер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Енді осында біздер бүгін 3 класс болғаннан кейін, 3 класстың да міне сынып жетекшілері болатын жандарымызда, енді міне осы мектебіміздің бас директоры Жамила апайымыз бастаса, міне жасы үлкен өз орнымен ұстаз апайларымыз ізін қостайтын болатын. Ал ұлағатты ұстаздар, қош келдіңіздер, мерейтойларымыз құтты болсын. Мынау айтады ғой, бір әріпті үйреткенге 40 жыл сәлем бер дейді. Біздер қаншалы арадан жылдарды өткізсек те, сол әріп танытқан, дос тұтындырған, білім берген, ілім берген ұстаздарды еш уақытта ұмытпайық, көңілімізді суытпайық ағайындар. Мерекелеріміз құтты болсын. Ал жақсы, құрметті бүгінгі той иелері, сендерді мына мерекелеріңменен құттықтаймын. Осы той болады дегеннен бері сен жаққа хабар кеткелі жақсы тілектер айтылып отырған шығар. Сол тілектердің барлығы періштенің құлағына шалынсын. Сендерді көріп мен толқып тұрмын. Балалық күндерің, мектептегі класстағы қылықтарың бәрі еске түсіп жатыр. Енді қазір ата-ана болдық. Біріміз ана, біріміз ата болдық. Бірақ мен қазір сендерді көріп, ешқайсыңды ата-анаға қимай тұрмын. Әлі класстың ішіндегі балалық күндерің менің көз алдында. Тойларың тойғаласын, аманшылықпен ұшыраса бергейміз. 20 жылдықтарың 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдыққа ұласа берсін. Бастарың бүтін болсын, Жамила айтқандай. Бауырларың бүтін, бастарың түгел болсын. Қайда болсаңдар аман болың. Мына мерекені беріп атырғансында сендердің ауыз біршіктерінің арқасы. Яғни сендердің ауыздарың бір екен, сендерді ешкім еш жаққа сүйреп алып кете алмайды. Жақсы күндерде ұшыраса бергейміз, не қылдаймыз. Айтатын сөз көп, енді уақыт тығыз, сол себепті келесі адамға тілекті берейік. Рахмет ұстаз, рахмет апай. Жаңа айтқандай, шынымен де сіздер дәл өздеріңше есейіп кеткеніңізбенен әлі аяулы ата-аналарыңа, міне осындай ұлағатты ұстаздарыңа әлі баласыздар. Сондықтан да олардың көңіліне жол табасыздар. Олар не айтса солардың сөзіне құлақ саласыздар. Осылардың көңілінен шығасыздар. Осыларға жарық сөзді бұрасыздар. Не қып тұрмыз? Давайте шапалақ ұрасыздар ағайын ұстаздарға. Ал бәрекелді, тойларың той қаласын. Құрметті балаларым, осы той басталғаннан бері сендердің атыңызға жақсы тілектер айтылып жатыр. Сол тілектің бәрі қабыл болсын. Дендерің сау болсын, бастарың аман болып, өсіріп жатқан ұлдың, қыздың қызығын сол жолдастарымен тең көріңдер. Бір-біріңізбен сол тойға барып, шалқып жүре беріңдер. Қыз ұзатып, келін алып айналайын. Жұмыстарыңа табыс тілеймін. Барлық уақытта сол аманшылықпен ұшыраса берейік. 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдықта сол бастарың бүтін болып шалқып жүре берің. Рахмет, айтқан тілектеріңіз жақсы, ниеттеріңіз періштенің оңылана шалынып, Алла жағынан қабыл бола берсін дейміз. Қымбатты бүгінгі бас қосу кездесу кешінің қонақтары, сіздерге бүгінгі мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Ойдан, қырдан, осыншама оқушылар жиналып, осының бәрі ауызбіршіліктің арқасы деп ойлаймын. Сендерге көп-көп рахмет, бізді сыйлап,
сонша жерден бізді шақырып, көңілдеріңді білдіріп жатырсыздар. Мен сендерге басымды ием. Рахмет көп-көп. Өмір жастарың ұзақ болсын, денсаулықтарың мықты болсын. Өмірге қандай арман мақсат қойсаңыздар, солардың бәрі Алла тағаланың құлағына шағылып орындала берсін. Біз сияқты үлкен ата-ана болыңыздар, немере сүйіңіздер, шөбере сүю нәсіп етсін Алла тағала алдағы уақытта. Мына үйленбеген жігіттеріміз бар әлі. Сол балдарымыз үйленсін, солардың тойларында бас қосайық. Көп рахмет. Сендер мен үшін әлі баласыздар. Алдағы уақытта 30 жылды, 40 жылды жаңа апайларымыз айтып жатыр ғой, сол кездесуге нәсіп етсін Алла тағалам. Орындарың жоғалмасын, бауырларың бүтін, өмірлерің ұзақ болсын. Рахмет. Шыны керек, бойдақ шәкірттеріміз де бар деп жатыр ғой мына ұстаздарымыз. Енді әрбір заттың уақыт сағаты болады. Міне жаратқан ием сынауынан оңай өткізе берсін, жамандықты бізден жырақ кеткізе берсін. Жаңағы осы араларында бойдақ жігіттер болса, оларды да басын жүк қылуға жеткізе берсін ағайындар. Тойларыңыз той қоласын деп, міне әрмен қарай міне осы айтып жатыр ғой ұстазымыз. Өзі ұстаз болып, өзі ана болып, үлкен басын кішірейтіп, алдарында бас емдеп жатыр. Неге білесіңдер ме? Өйткені иілген басты қылыш кеспес деген осы ұстазымызға дұрыстау шапалақ ұрайық қанеке. Ой бәрекелді, баршасында көңілі кең, құрметі тең, тағы да жалғастырамыз. Ал құрметті балдарым, 20 жылдық мерекелерің құтты болсын. Осы мерекенің себебінен сендерге неше күннен бері жақсы тілектер айтылып жатыр. Тілектердің бәрі қабыл болсын, дендерің сау болсын. Бүгін 20 жыл деп жатсыңдар, 5 достарыңды еске алып жатсыңдар. Беріп жатырған садақаларың да қабыл болсын. Ендігі жағында бастарың аман болып, бауырларың бүтін болып, 30 жыл, 40 жылда да осындай ойнап күліп, үлкен ауызбіршілікпен осындай 3 класс бірігіп беріп жатыр дейтіндей үлкен мәртебемен жинала бергейсіңдер. Дендерің сау болып, балдарың қызығын көргейсіңдер. Рахмет ұстаз, айтқандарыңыз келсін. Бұл жағында да тасқын табыстар тілеп қаламызды тағы да жалғастырамыз. Қош келдіңіз. Қымбатты, құрметті, бүгінгі 20 жылдық бас қосу кездесу деп жатсыңдар ғой. Со мерекелерің құтты болсын, дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын, алға қойған мақсат, армандарың орындала берсін. Со жаңа берген садақаларың қабыл болып, жаңа достарың еске алып жатсыңдар ғой. Ендігіден былай со араларың сиремей, осылай жұптарың жазылмай, 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық демекші алда да бар ғой әлде қуаныштарың. Соған осылай төрт көздерің түгел жинала беріңдер. Бізде келіп со қуаныштарыңа ортақтаса берейік. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар, сіздердің жақсы жақтарыңды естіп қуанып жүре берейік. Рахмет көп-көп осылай шақырғандарыңа. Күшті ғой, осы құлындай жүректеріне, осы ғаламның бар дүниенің уайым қайғылары, қуанышы, тәтті күндері, шатты күндері, сәтті күндері құлындай жүрегіне сыйып келген. Осы менің ұлдарым, қыздарымның 20 жылдығы деп бар тілектерін жүректеріне түйіп келген. Міне осы ұл қыздарым тойларында біздерін бір жас қыздай болып жүрек деп, мери тойларыңа шаштарын қиып келген ұстаздарға бір дұрыстау шапалақ ұрайықшы. Ой, симпатичный болып келген міне. Тыпай көз тілден аман болыңыздар. Ал тойларын тойға аласын деп, міне марқұм Күләш апамыздың ізінен келген, орнын жоғалтпай келген, ендігі тілек сөз кезегі, келіндері келген. Апа, қадамызға Алла нұр жаусын, орнын жоғалтпай келгендер үшін Алла сізден разы болсын. Құрметті кеш қонақтары, міне сіздер 20 жыл бас қосып атсыңдар, 30 жыл, 40 жыл, 50 жылда да өйстіп бас қосып, ұстазыңызды сыйлап, ұстазыңыз бір аунап тұрып атқан шығар. Сіздердің алдарыңнан Алла ырза болсын. Өсіріп атқан ұл қыздарыңның қызығын көргейсіңдер. Ұстаздарыңның жақсы күнін берсін, жасын берсін. Сол тілекшімін, жас үлкендер бәрі тілек айтып атыр ғой, неше күннен бері. Тілектерің қабыл болсын. Осындай жарқын жүзде кездесіп жүре беріңдер.
Рахмет, әрбір ұлағатты ұстаздардың сөзі олы сөз ағайындар. Сондықтан да мәңгі бақи қай жақта жүрсек те білім берген, ілім берген ұлағатты ұстаздарымызды міне қадірін жоғалтпай әрқашан қадірлей білейік. Тағы да міне жақсылыққа еріп тұр дейді. Бүгін алдарына ұстаздар келіп тұр дейді. Ал жаңа тілек айтқан болсам да асаба жігіт микрофонды беріп тұр дейді ұстазымыз. Мына бүгінгі мерекелерің сендердің, әйтеуір біз қазақпыз, тойға шашусыз бармағанбыз. Енді менің шашуым деп қабылдаң. Осы хабар барып, осы шақырту барып, Светок қызым үйіме барып, жаңбыр құйып тұрғанына қарамастан отырып алып, сонша өтініш қылып айтты. Келдім, енді бос келмейін деп сендерге шашуым. Бүгінгі күнге нағыз керек, аз да болса көптей көресіңдер. Светок. Светок. Қайда? Молодцы, күшті, керемет. Нағып тұрмыз дейміз да, орта кім шықса да бір қол соғып тұраш. Бұл тойдың сәні ғой, тойдың мәні ғой ағайындар. Бір-бірімізді поддержка жасап тұрсақ, тойдың ақырына дейін жақсы өтуіне ешқандай күмәніміз қалмайды, құрметті түлектер. Ой, бәрекелді. Бәріне беріп шықпейді. Я. Жарайды. Ал олай болса, осы ұлағатты ұстаздарыңыздың тілектерін қабыл алыңыздар да, енді құрметті ұстаздар, бүгінгі осыншама 20 жыл мерейтойды жасап жатқан, сіздерді ұстазым деп, анамыз деп сіздерді шақырып жатқан, міне шәкірттеріңізден арнайы әзір сый-сияпаты бар екен. Жарайды, ұстазымызына шашуын таратып алсын, одан кейін ұстаздарымызға бүгінгі шәкірттерінің шашуы болған, бүгінгі ұстазына болған алғысты міне сый-сияпаттарын кейін табыстайтын болатынбыз. Қарсы аламыз қане? Ұстаз апай, бәрекелде, Алла разы болсын сізден. Ой, тамаша, міне ұстазымыздың шашуын қабыл алыңыздар. Өз қолымен, қайырлы қолдарымен беріп жатса, бас иіп қабыл алыңыздар ағайын. Осы күнге осындай сәтке, осындай құрмет, ауызбіршілікке жеткендер бар, жетпеген бар. Соның үшін жаратқан иемге сансыз шүкір деп қуана отырайық ағайын. Бір класста тату тәтті сыйып өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғынындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайғынындай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Еске алысып әңгіме қып бала күндерді, класс болып қыдырған айлы түндерді. Бірің ана, бірің әке болғандарыңмен, жүздеріңде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Баршасы біреуінде қалдырмай міне шашуын ала келген ғой. Бәрекелді. Иә, рахмет. Сондай құрметімізді көтермелеп, орындарымызға қойып, міне осы үлкен бастарын кішірейтіп, біздерді сыйлап, мынау 20 жылдық мерейтойларын құтты болсын деп өздерінің ұлдарындай, қыздарындай көріп, баршаңызды бірдей көріп, міне ашылған гүлдей көріп, міне шашуын беріп жатқан ұстазымызға бір шапалақ болсын ағайындар. Бәріңе жетті ма? Бәріңе жетті ма? Иә, тағы арттарында отырып, өкпелеп бұлай дейіп отырған ешкім жоқ па деп атыр да, сондай, иә. Молодец, ондай болмасын, бір жаратқан ем қолдасын. Ал мынау енді құрметті ағайындар, рахмет. Құрметті ағайындар, мынау нағыз адамилық қасиет болса, әрқашанда жақсылыққа еріс деген. Мынау
Өйткені әрбір жақсы адамның жүретін жолы әрбір сәтте тегістеген. Жаңаға жаңылсып, мына ұстаз апайым сұрап жатыр, сен бекзат тамадасың ба дейді. Жоқ, апа мен тамадамын, жеңіс деген. Осыны міне бәрін ойнап күлгізем деп, жақсылыққа енгізем деп, осы мейлі 1, 2, 3 класс болуына қарамастан, тойдың ақырына дейін ат салысып, ниетім бар тойды әдемі сіздермен бірге жүргізем деп. Міне осындай жақсылыққа еніп тұрмын, сіздерге іздеріңе еріп тұрмын, тойларың жақсы өткізем деп, бар қызметімді көрсетейін деп, Мойнақтан келіп тұрмын ағайын. Мерекелерің құтты болсын. Ал олай болса бүгінгі осына ұлағатты ұстаздарымызға арнайы бақытты шәкірттер жағынан кереметті сый-сияпатын табыстауға рұқсат. Қол соғамыз, маэстро музыка табыстаймыз. Жастан ұқсап егізге, мектепке қатынадық біз бірге. Достарым қоштасқысы келмей, 9-шы мүпіт келер кезде. Қоштасу кешесін өткеріп, аттестат қолға алғанымызда, ұстазларымыз да бізге хайран, ер жетіп қалғанымызға. Ұстазларымыз да бізге хайран, ер жетіп қалғанымызға. Классларым, сағынышларым, қоштасқым келмейді менің достарым. Классларым, сағынышларым, қоштасқым келмейді менің достарым. Ой, тамаша, жарайсыңдар, әдемі, неткен көңіл құрмет бұл. Сый-сияпат деп қабылдамаңыздар, ұл-қыздарыңыздан көңіл құрмет деп қарсы алыңыздар. Ал осы алған мынау табысты сыйлықтарыңыз жақсы күндеріңізге бұйырсын, ұлағатты ұстаздар. Қадіріңіз, мәртебелерің биік болсын, қадамдарың құтты болсын, дендерің мықты болсын, тойлар тойғаласын. Ал енді осы подаркаларымыз ана жерге қоя тұрайықта, бір естелік үшін құры, тек ұстаздарымызды бір фотоға алып алайықшы, басты түрде. Бір фотоға алып алайық осы тұрған ұстаздарымызды. Одан кейін торт кестіреміз. Тортты алып шығатын балдарымыз, обезьян жігіттеріміз алыстап кетпейміз. Қане бір құры ұстаздарымызды фотоға алып алайық, одан кейін торт, одан кейін общий фото болады кейін. Қане ұстаз, жайғасып алыңыздар ұстаздар. Ой, тамаша, күшті керемет. Ал, қараңыздар. Міне Алла қаласа, бүгін мерейтойларында 20 жылдық кештерінде Рақат студия оператор жігіттері, сіздермен қызметтеріңізде, Динар ресторан администрациядан бастап барша обезьян жігіт қыздар, бүгін міне сіздердің қызметтеріңізде музыкант жігіттеріміз әрине. Сондықтан да осылардың міне еңбектерін біргелікте бағалай отырып, ат салысып, үлесімізді қосып, осы 2 сағатта өтіп кетер бүгінгі 2004 жылғы түлектеріміздің 20 жылдық мерейтойына жақсы ат салсамыз деген үміттеміз. Болды ма? Ал енді ұстаздар кішкене бір сәтке тұрыңыздар, тек ана жігітіміздің торттыңына жолын ашып тұрсақ болды кішкене. Иә. Ал өйткені бүгінгі Қоңырат ауданы номері 5-ші жалпы білім беру мектебінде білім алған, ілім алған 2004 жылғы түлектер, яғни 1986 жылғы бақытты жігіттер, бақытты қыздарымыздың 20 жылдық кешіне арнайы келтірілген тәп-тәтті тортымызды айқай-шу шапалақпен қарсы алайық. Вагон класс ескілмей жатыр, айқайшы шапалақ қайда? Ой, тамаша! Рахмет. Ендіше ниеттеп торттық ескелі жатайық. Бір келекте осы ұлдарының қыздарының 20 жылдық кешіне арнайы келтірілген 20 жылдық кеші, міне кездесу кешіне тәп-тәтті торттарымыз. Осы балдарымыздың бұл жағында да болашағы торттай тәтті болсын деген, мағыналы болсын деген мағынада қане бір ұстазымыз келіп ортада кесіп беруін сұраймыз. Қане қайсы ұстазымыз? Мадина апай. Екеуің бара қойың.
Біріңіз міне мектеп басшысы, біріңіз жасы үлкен ұстазымыз, дәл солай қаратайық, иә. Одан кейін міне тарелкаларға ұзатып, ал бісмілләсін бастап, бісмілләсін іс қылма дегендей, сөздің басы бісміллә дейді, қолдасын деп, бір алла деп, ал ниет деп бастайық. Ал айқайшы шапалауыраш торт кесу ресми рәсімдері. Өйді! Бір класста тату тәтті сыйып өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеміз жоқ сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей. Мына тамада жігіт мен шыққан кезде апа неге билеп шықтың деп сұрақ қойып жатыр еді, сол сұраққа жауап бере жақын торт кесіп болам дегенше да. Мен сіздерге қарап тұрып, неге сіздермен қатар туылмадым екен деп армандап қатар тұрғандарымды көріп, сол сіздер құсап бүгінгідей 25 жасар қыз жігіт болып қалғым келді. Сол үшін сол көңілмен жүгіріп шықтым. Тойларың жақсы өтсін, тек алға. Мәселен біздер әжейімпенен мақтанамыз ауылда отырып. Осындай мақтаныштарымыз көбейе берсін. Онда мен де бірдеме айтып өтейін. Міне, жүректерді, көңілдерді кеңінен ашып, тереңінен ойыңыздар, ал тағы да жамандық болса оны мүлдем жойыңыздар. Міне, мынау енді сіздермен бірге неге туылмадым деп жатыр ғой директор апайымыз, Жәмила апайымыз. Онда бір дос біздерге қосылды деп бір шапалақ ұрып қойыңыздар, ал міне. Күшті, міне, қатарға қосылды. Рахмет, міне, өйткені баршамызға арман ғой, осы балалық сәт деген ең бақытты сәттеріміз екен ағайын. Сондықтан да бүгін балалық сәтке қайтып жатқанымыз баршамызда, мейлі біздер ертең 70, 80, 100 жасқа толсақ та, бәрібір сол балалық сәтті аңсаймыз. Солай емес пе, Жәмила апай? Олай болса тойларым тойға оласын деп, қане, енді бір жігіт пен бір қыз келіп әлде мына тортты алайық, бірінші ұстаздарға жегізіп шығайық, одан кейін қалған торттарды қалған міне ол қыздарға түлектерге таратып шығатын болатымыз. Қане, бір ниеттеп ұстаздарымызға ұзатайық. Маэстро музыка. Бір класста тату тәтті сыйып өскенбіз, бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түлеміз жоқ сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас, 20 көктемде. Қайғынымдай дерсіп бірге оқыған. Тек ұстаздарға жегізіңдер, қалғандары отырған жерде жей береді қазір. Ал енді мынандай қыламыз. Рахмет. Енді бір общий фотоға түсейікші, қане, келіңдер, сыйғамызша бір фотоға түсейікші. Осыншама жерге дейін ауызбіршілікте келдік па? Бұл жағында да сыйласықпен ұстаздарымызды алдымызға отырғызып қойып, артында өздеріміз тығылып тұрсақ та, сыйласықпен жайғасып бір фотоға түсейік. Одан кейін мына дастархан басына орындарыңызға жайғасуға рұқсат бере саламыз, құрметті қонақтар, құрметті түлектер, құрметті ұстаздар. Ой, тамаша жарайсыңдар. Класс болып қыдырған айлы түндерді, бірің ана, бірің әке болғандарыңмен, жүздеріңде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас, 20 көктемде. Қайғылымдай терсіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас. Алла жақсылап жайғасып отырып аламыз, назар аударамыз. Динар ресторан фотограф жігіттері сіздердің қызметтеріңізде, мейлі осы жақта, мейлі ресторан төрінде, мейлі дастархан басында түсіңіздер. Ол ешқандай біздерге кедергісі жоқ. Жалпы сіздер суретке түсем деген қалау болса болды өздерінде, Алла қаласа. Одан кейін ән, күй, билейм десеңдер, пожалуйста, әнекей музыкант кежей жігіттерімізде, өнердегі достарымызда сіздердің қызметтеріңізде, Алла қаласа. Ал назар аударамыз. Қатия бір көздерін көрініп қалсын сіздердің күлімдеп тұрған жүздерін. Ай, бәрекелді, тамаша, рахмет. Ал енді ұстаздарды дастархан басына апарайық, жайғастырайық, жағдайларына қарайық, күтейік, күшті қызметімізді аямайық. Өздерімізде жайғасайық, қане арнайы 20 жылдық кездесу кешімізге жайылған дастархан басына жайғасайық. Қош келдіңіздер.
Tausılmasın muhabbet Yeter muhabbet Seni izlep avuldan Olattım ayay Yüreğim av men seni Olattım ayay Tausılmasın muhabbet Aytayın da aytayın Özüm koldan uçurdum Özüm alıp kaytayın Ал бәрекелді дастархан басына шайғасайық. Құрметті түлектер, құрметті ұлағатты ұстаздар, осы 20 жылдық кездесу кешімізге арнайы қадірлі қонақ болып келген барша меймандар, ханымдар мен мырзалар. Ал дастархан басына жайғасайық. Қайырлы дастархан басына қош келдіңіздер. Міне шайланайық, тамақтанайық, сусындарға қарап отырайық, дәл солай әрқашанда да тектілерден тарап отырайық. Осындай мерекеміздің ақырына шекем ат салысып көңілді өтуіне жарап отырайық ағайындар. Өйткені бұл той деген Алланың қазынасы, мынау қамшының сабындай қысқа өмірде ойнап күлгеніміз қалатын. Міне нағыз жаныңда нағыз достың болатын. Сондықтан міне осындай ниетіміз, дастарханымыз тойға жайылғай дейміз. Ал міне біздердің достығымыздан мәңгі айырмай, мәңгі бақи қарым-қатынаста жүргізе берсін деген тілегіміз мол ағайын. Қош келдіңіздер. Ал енді бір 10 минут, 15 минут, 20 минут әрі кетсе, бір кішкене дастарханға қарап, шайланып, астарылса асқа қарап, одан кейін әддіші міне көңіл күймен, әрі қарай ән, күй, би, ойындармен жалғастыратын болатынбыз. Бір-бірімізге поддержка жасап, бір-бірімізді қолдап, қуаттап, осы тойымызды жақсы өткізуге атсалысайық. Міне сіздердей міне көңілді қонақтармен бұл тойымыз онша бол өтуіне күмәніміз жоқ емес. Міне өткен сіздер көңілді қонақ екенсіңдер, оны басынан белгілі бол. Сондықтан да міне жақсы өтуіне бұған міне сеніміз жетіп тұр ағайындар, Алла қаласа. Шынында да тілегіміз, ниетіміз, жүрегіміз соны қалайды, тойларымыз жақсы өтсін. Және бір рет бүгінгі салтанатты 20 жылдық кешімізге қош келдіңіздер ағайын. Ал біздер болсақ жаңа ғана кесілген, ниеттеп 20 жылдық кешіне келтірілген тәп-тәтті тортымызды міне Динар ресторан, Абисан жігіт қыздар, қызметтегі жігіт қыздар өз уақытында Алла қаласа қалған торттарды дастархандарыңа жеткізіп беретін. Оларға да мың алғыс. Алла разы болсын, еңбектері Алладан қайтсын дейміз әрқашан әрбір сәтте. Өйткені әрбір ел жұрттың осындай жақсылығында өз үлесін қосып бар еңбегін аямай жүрген осыларға да рахмет. Kalgın dedin yanımda, seni candan sevgendim, en gülleyen adımda. Kok jiguli, kok jiguli, ıslaklarda sevgimizde ekşiguli. Koş nikuli, kızganarda seni benden ışakuli. Ay ay ay, kok jiguli, kok jiguli. Islat'ta sevgimizle ekşiguli. Hoş nikuli, kızganarda seni